Барлықтарына сәлем балапандар, және де сендерді өзімнің YouTube каналымды көрген өте қатты қуаныштымын. Мен Малика, және де мен биологиядан 45 балл ұбт-да жинауға көмектесетін репетитормын. Менің каналыма жазылыңдар, менің каналыммен достармен бөлісіңдер. Және де бүгінгі мен өтетін видео бір біздің оқырманымыздың сұрауы бойынша ол көздің құрылысы болды. Бүгін біз сендермен өте көп сурет саламыз. Өйткені бұл жақта көп сурет салу арқылы тез жаттап алуға болады. Сондықтан да мен ауызша айтатын термин сөздерімді, теорияларымды жазып алу үшін, және де менімен бірге отырып сурет салу үшін дәптер мен ручкаларымды және де түрлі түсті қаламдарымды дайындап қойыңдар. Ендеше кеттік. В идеале біз салатын көздің құрылысы қазір осындай болып көріну керек. Бірақ та мен дайын суретті қазір сендермен қолданбаймын. И қазір мен осы бір графический планшеттегі қаламмен бірге сендермен сурет салатын боламын. Ендеше дайын болсаңдар, кеттік. Бізде просто әппақ мынандай лист, как сендердің дәптерлерің тәрізді. Бәріміз білетіндей, көздің бізде қосымша мүшелер және де басты мүшелер болады. Көздің қосымша мүшелеріне мына бір жақта бізде тұрған қаз, кірпік, жас бездері, көздің алмасын ұстап тұратын бұлшықеттер деген сияқты болады. Соның бәрі қосымша мүшелер жатады. Енді біз қазір жалпы біздің көзіміздің құрылысын салу үшін оны әртүрлі қабаттарға бөлетін боламыз. Көз бізде 3 түрлі қабаттардан тұрады. Немесе оны кейде қабық деп айтады. Қабат, типа слой деген тәрізді, да? Но без разницы қандай сөз қолданамыз, самое главное түсінсеңдер болды. Қабат или қабық. Давайте біз оны қабық деп айтамыз. Ең бірінші көздің қабығы мынандай көз алмасында. Біз кәсінермен осындай көз алмасын суретін салатын боламыз. Міне көріп тұрсыңдар ма, мынау көздің алмасын ұстап тұратын бұлшықеттер. Біздің көзімізді жоғарға, төменге, оңға, солға разминка жасап тастауға болады, қозғалтуға көмектеседі. Және бұл бізде қосымша мүше болып саналады. Көздің алмасы ол жалпы осындай доп-домалақ, және де біздің череп, бас қаңқаның мынандай ұяшығында орналасқан и бет жағына шығып. Неліктен олай болған, чтобы оны қорғау үшін, эволюцияда солай жасалған. Ал енді осы көз алмасының 3 түрлі қабығы болады. Ең бірінші қабығы бізде ақ қабық деп аталады. Давайте соны саламыз. Типа дәл осындай болу керек, но я постараюсь. Так, давайте бірінші осындай үлкен бір домалақ сызамыз. И оның алдыңғы жағы бізде томпайып тұру қажет. Дөңес, линза тәрізді. Балапандар, әрине менде графический планшет, сондықтан да суретім ондай қатты әдемі шықпайды, но сендердің дәптерлерінде менен қарағанда әдемірек шығып жатыр деген ойдамын. Так, енді қараңдар, осындай мен дөңес линзаны салдым. Енді бұл менің ең бірінші қабығым ақ қабық деп аталады. Давайте бүйтіп стрелканы сызамыз да, бір ақ қабық деп жазып қоямыз. Ақ қабық. Так, енді қараңдар, ақ қабық менде дәнекер ұлпасынан тұрады. Дәнекер тығыз ұлпасынан тұрады. Ол көзді қорғап тұрады. Мысалға, даже біздің көзімізге қоқым түсіп кетсе, ішке қарай кіріп кетпейді, ол бізді қорғап тұрады. Енді осы ақ қабықтың алдыңғы жағы мөлдір қасаң қабыққа айналған. Ол бізде жарықты ішке қарай кіргізу үшін, күн сәулесін ішке қарай кіргізу үшін. Давайте стрелканы былай қоямыз да, типа 1.1, өйткені мынанікі, қасаң қабық деп жазамыз. Қасаң қабық. Например, оны байқау үшін не істей аламыз біз? Бір суретке назар аударыңдар. Мысық бізде төбеге қарап тұр, и оның алдыңғы көзі, вроде ол әппақ болу керек, бүкіл қабат әппақ болу керек. Но осы склераның алдыңғы жағы дөңес линзаға айналған. Сен даже сыныптасын отырса, жанында бүйтіп жанына қарайтын болсаң, прям сбоку, то оның көзі тоже линза тәрізді, былай сағаттың әйнегі тәрізді алдыға қарай томпайып шығып тұрады. Бұл не үшін қажет, не үшін бұл табиғатта олай жасалған? Чтобы жарықты ішке қарай мөлдір болып кіргізу үшін. Әппақ болса, біз еш нәрсені көрмейтін едік, да? Сондықтан да табиғатпен ол солай жасалған. Сонымен, ұбт-да сендерден сұрайды, ақ қабықтың алдыңғы жағы неге айналған деп? Сендер жауап бересіңдер, мөлдір қасаң қабыққа айналған деп. Потом көздің ең бірінші қабаты не деп сұрайды, сендер не деп жауап бересіңдер? Ақ қабық, ол қандай ұлпадан түзілген десе, дәнерке ұлпасынан түзілген. Не үшін қажет десе, көзді қорғау үшін, оған пішін беру үшін қажет. Окей, бірінші қабатты бітірдік. Енді екінші қабат, маған қызыл қалам керек, ол менде тамырлы қабат деп аталады. Давайте мынандай бір қызыл линияны жүргіземіз. Мен тағы да айтамын сендерге, мен суретші емеспін, но өмірде жақсы саламын, но просто графический планшетпен чуть-чуть қиындау. И былай линияны жүргізіп шығайық. Бұл менде аталады тамырлы қабық.
аты айтып тұр, неден құралған? Әртүрлі капиллярлардан, тамырлардан құралған. И оның ең басты қызметі балапандар, қан тамырларын не істеуі мүмкін? Оттекпен қанықтырады, и одан кейін барып қоректік заттармен қанықтырады. Так что стрелканы былай сызамыз төбеге, и 2 точка тамырлы қабық деп жазамыз. Тамырлы. Точка Қ. Мен сендерге қазір көп зат ауызша айтып жатырмын, но мына жаққа жаза алмаймын, сендер өздеріне ұмытқамау үшін, конспектировать ету үшін жадына жазып қойсаңдар болады. Мысалы, тамырлы қабық қоректендіруге, оттекпен қамтамасыз етуге арналған деген сияқты. Және де бұл жерде бізде өте көп капиллярлар болады. Түсіндіңізге? Енді тамырлы қабықтың алдыңғы жағы бізде көздің түсін білдіретін нұрлы қабыққа айналады екен. Прикиньте, нұрлы қабыққа. Ой, давайте мен бұны басқаша түспен саламын. Нұрлы қабыққа айналады екен. Давайте менде мына түс болсын, Окей. Нұрлы қабыққа айналады екен, алдыңғы жағы. Бұл нұрлы қабық бізде көздің түсін анықтайды. Мысалға, менің көзім қоңыр, біреудікі жасыл болуы мүмкін, біреудікі, не знаю, там көк болуы мүмкін. Бұл жақта бізде көздің түсін анықтайтын әртүрлі пигменттер орналасады. Вот. Так, давайте мына бүйтіп жазамыз. Не деп? 2-де 2 нұрлы. Нұрлы Қ деп қоямыз. Және бұл адам көздің түсін анықтайды. Но бұл қабаттар біткен жоқ. Мына жақта мен до конца сызған жоқпын. Неліктен? Өйткені бұл менде аталады қарашық. Қарашық дегеніміз, ол бізде кәдімгі қарапайым тесік. Ол тесік осы нұрлы қабақта орналасқан бұлшықеттер арқылы кішірейіп ұлғаюы мүмкін. Например, егер мына жақта жарық аз болатын болса, менің көзім көбірек жарықты алу үшін, чтобы жақсылап предметтерді көру үшін, қарашық ұлғаяды. Ал егер менің көзіме былай чүңк деп жарықты жағатын болса, то қарашық кішірейді, өйткені слишком көп жарық. Но вот, например, мынау адамның көзі болатын болса, мынау нұрлы қабық, и жарық көп болатын болса, қарашығы бүйтіп ұлғаятын болады. Аз болатын болса, точнее, ал егер де жарық мынандай көп болатын болса, то қарашық вообще кішірейіп кетеді. И сен почти что дымды көрмейтін боласың. Окей, так что давайте на бір точканы біз белгілеп қоямыз. 2-де 3 деп қарашық деп жаз қояқ. Давайте. Қарашық. Oh my god. Окей. 3-ші қабықты бітірдік. Енді давайте 4-ші қабыққа көшеміз. 4-ші қабыққа көшу үшін давайте мен сары түсті таңдаймын. 4-ші қабық менде аталады торлы қабық. Торлы. Так, давайте былай сызамыз. Не, мына түс онша емес екен. Давайте жасыл түсті аламын. Торлы қабық деп аталады. Упс. Ну, ладно. Не все должно быть идеально в этой жизни. Мен самое главное түсіндірсем болды теорияны. Тем более менде графический планшет. Но сендер әдемілеп сызыңдар, потому что сендерде қаламен дәптер. Менде мынау. Сопақ болып кетті, оны сопақ. Ну, в общем, мынау бізде 3-ші қабық көздің. Сендер домалақ қып салыңдар әдемілеп, Так, енді бұл менде аталады торлы қабық. Торлы қабық деп аталады. Ой, цифр жазуға ұмытып кеттік алдына. 3 точка. Торлы қабық. Бұны орысша бізде басқаша сетчатка деп атайды. Бұл жақта не орналасу керек бізде? Әрине көздің рецепторлар орналасу керек, яғни фоторецепторлар орналасу керек. Және де осы жақтан менде көздің жүйкесі миға қарай шығатын болады. Көздің жүйкесі вот миға қарай шығады. Көру жүйкесі. Енді балапандар. Неқа бет жаз қояқ? Көру жүйкесі. Мынау менде көру жүйкесі. Көру ж деп қояйын. Енді қараңдар, мен бағана айттым, то, что осы жақта бізде фоторецепторлар орналасады деп, Фоторецепторлардың өте көп шоғырланған жері, например, менде аталады сарыдақ. Просто прям по центру орналасады, бұл менде сарыдақ деп аталады. Сарыдақ. Но и бізде бұл фоторецепторлар вообще орналаспайды, аймақ болады. Ол менде вот мына бір жақ тек. Мына бір жақ дегеніміз тура көз рецепторының миға шығу бөлігі менде соқырдақ деп аталады. Бұл жақта ешқандай фоторецепторлар орналаспайды, сондықтан хоть жарық түссе де бұл жаққа ешнәрсе көрінбейді. Бұл менде соқырдақ деп аталады. Слепое пятно. Түсіндер ма? Сарыдақта менде өте көп не орналасады, фоторецепторлар орналасады, ал соқырдақта ешнәрсе орналаспайды.
Ал енді балапандар, давайте біз сендермен біздің сызған қабықтарымызды кішкене конспектировать етейік, айтайық, мазмұндап әйтпесе қазір не айтып жатқанымызды ұмытып қалуымыз мүмкін да. Ең бірінші қабық менде қалай аталатын еді? Ақ қабық. Ақ қабық немесе склера, ең сыртында тұрған. Ол бізде тығыз дәнекер ұлпасынан тұрады. Оның алдыңғы жағы менде мөлдір қасаң қабыққа айналған, чтобы жарықты өткізу үшін. Екінші қабық менде тамырлы қабық. Ол жақта міне қызылмен беріліп тұр, иә? Ол жақта менде өте көп капиллярлар орналасады және көзді қоректендіріп, оттекпен қамтамасыз етеді. Оның алдыңғы жағы менде нұрлы қабыққа айналған. Нұрлы қабық менде адамның көзінің түсін анықтайды. Оның ортасына тесік болады. Тесіктің аты менде қарашық. Қарашық это просто тесік, иә. И ол егер де жарық аз болатын болса ұлғаяды, көп болатын болса кішірейеді. Үшінші соңғы қабық менде аталады торлы қабық, немесе орысша сетчатка. Бұл жақта менде орналасады өте көп фоторецепторлар. Ол жақта жарықты анықтайтын рецепторлар енді қабылдап миға қарай өткізеді. Өте көп шоғырланған жері менде сары дақ деп аталады, ал көздің көру жүйкесі шығатын бөлікте ешқандай фоторецептор орналаспағандықтан бұл менде соқыр дақ деп аталады. Біз бірінші бөлімді қабықтарды бітірдік. Енді бізде оптикалық жүйе деген бар. Көздің оптикалық жүйесі деген бар. Біз сендермен өтеміз. Енді қараңдар, ең бірінші көздің оптикалық жүйесі алдыңғы камера деп аталады. И ол менде мына бір жақта орналасады. Алдыңғы камера. ОЖ деп қоямын. ОЖ дегеніміз оптикалық жүйе деген сөз. Алдыңғы камера. Алдыңғы камера. Алдыңғы камера, назар аударыңдар, ненің арасында орналасқан? Қасаң қабықпен, қараңдар, қасаң қабықпен нұрлы қабықтың ортасында орналасқан. Немесе ұбт-да бұны басқаша сұрайды. Қасаң қабықтың артында, нұрлы қабықтың алдында орналасқан көздің бөлігі десе, сендер жауап бересіздер. Алдыңғы камера. Бірінші оптикалық жүйе. Екінші оптикалық жүйе менде аталады көз бұршақ немесе хрусталик. Наконец-то біз оны саламыз. Хоп. Міне көз бұршақ менде осындай. Оп деп қояқ. Ол мынақта кірпікшелі бұлшықеттермен бекінеді көзге. Мынау менде екінші оптикалық жүйе. ОЖ. Көз бұршақ. Көз бұршақ деген сөз. Көз бұршақ деген сөз. Бұл бізде хрусталик. Егер де көз бұршақ жиналатын болса, біз жақындағы предметтерді, заттарды концентрированно көреміз. Егер де алыстағы зат болатын болса, алыстағы зат болатын болса, то көз бұршақ былай созылады, енді ұзарады. То біз алыстағы заттарды көреміз. Дәл осылай әртүрлі қашықтықтағы заттарды көру қабілеті бізде аккомодация деп аталады. Например, камераның фокустарызды қай затқа фокусын қоям деген сияқты. Соңғы үшінші оптикалық жүйе, көзде жалпы үш оптикалық жүйе болады, ол менде шынылы дене деп аталады. Орысша стекловидное вещество, оның ішінде коллоидты ерітінді болады. Бұл жалпы көзге пішім беріп, оны созып тұрады. Осы менде аталады үшінші оптикалық жүйе, шынылы дене. Шынылы дене. Міне балапандар, сендер көздің жалпы бүкіл құрылысын енді білесіңдер. Үш түрлі қабық болады. Үш түрлі оптикалық жүйе болады. Ол оптикалық жүйелерге алдыңғы камера, көз бұршақ және де шынылы дене болады. Я түсінем, почерк вообще медицинский, потому что мына бір затпен жазу оңай емес, кәдімгідей. Но сендер дәптерлеріне әдемі сурет салдыңдар деген үміттемін. Если что, суреттерің күшті шықса, мен инстаграмға жіберсеңдер болады, Ильяс Малика нижний пробел, бөлсеңдер болады, осылай мен конспектледім деген сияқты. Окей, дальше кеттік. Енді балапандар, бағана мынандай сурет бізде шығу керек болған, но бізде де, наверное, неплохо получилось. И давайте біз қазір осындай схемамен жұмыс жасап көреміз сендермен, не қаяқта тұрған, иә? Так, ең бірінші бір көк қабық менде аталады ақ қабық. Ең бірінші қабық менде ақ қабық, деп қояқ. Оны алдыңғы жағы неге айналған менде? Қасаң қабыққа, бірде бір қасаң қабық. Өзіміз салдық, енді мынандай суретті более-менее жақсы түсінеміз. Екінші қабық менде мынақта қызылмен беріліп тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Қызылмен беріліп тұрған қабықты. Ол менде тамырлы қабық. Так, бұның стрелкасы қайда тұр? Стрелкасы, міне, мынаяққа сыза салайын. Мынақта тұр екен ғой. Тамырлы қабық. Екі тамырлы. Тамырлы қабықтың алдыңғы жағы менде айналған. Екіде бір точнее, нұрлы қабыққа адамның көзінің түсін анықтайтын. Нұрлы қабық. Ортада менде тұр, не тұр?
қарашық, мынау қарашық, 2-де 2 қарашық, тесік я просто қарашық. Так, екінші қабақты бітірдік. Енді үшінші қабық, ол мына бір жақта міне сарымен бейнеленіп тұр. Бұл бізде үшінші, ол торлы қабық, я? Торлы қабық. Мына жақта міне сендер көріп тұрсыңдар, көздің жүйкесі шығып тұр. Көз жүйкесі. Дәл осы жақта тұрған менде бүкіл рецепторлар жинақталған жер аталатын еді қалай? Соқырдақ. Соқырдақ. Мына жақ менде сарыдақ, өте көп шоғырланған рецепторлар. СД деп қояйын, сарыдақ. Так, енді үш қабықтың барлығын бітірдік. Енді бізде қалды оптикалық жүйелер. Мынаяқтағы шынылы дене, мынаяқ толтырып тұрған сұйықтық, шынылы дене. Мынаяқта оптикалық жүйе, шынылы дене. Шынылы дене. Так, мынау менде көз бұршақ. Көріп тұрсыңдар, көз бұршақ. Көз бұршақ. Потом мынау менде мына бір жақта алдыңғы камера орналасқан. Алдыңғы камера. Алдыңғы камера. Ну, в принципе, сендер енді осындай суреттерге қарасыңдар. Например, ОБТ-да айтады ғой, бізде мына бір суреттің номері көрсетілген бөлігі қалай аталады деген сияқты. Но де сенде көз тақырыбы білуге қиын болса, ол жақтан үйреніп алды деп. Ал енді давайте кішкене осы бағана осы біздің көзіміздің рецепторлары жайында толыққанды қарастырайық. Бұл бізде тоже ОБТ-да келеді. Олар бізде сетчаткада, яғни торлы қабықта орналасатын. И осындай көз рецепторларының екі түрі бар. Немесе көру рецепторлары. Фоторецепторлар деп айтады. Фото дегеніміз күн сәулесі деген мағынаны білдіреді, соны қабылдайтын рецепторлар. Олардың екі түрі болады бізде. Таяқшалар және де құтышалар. Вот мынау серый. Көріп тұрсыңдар ғой, я? Бұл бізде таяқшалар деп аталады. Таяқша. Ал мынандай разноцветный заттар. Олар бізде құтыша деп аталады. Құтыша деп аталады. Таяқшалар бізде, олар бізде просто ақ пен қара түсті ажыратуға көмектеседі. Яғни просто черно-белый қылып көруге көмектеседі. Например, қараңғы түскенде ымыртта, немесе таң сәріде, немесе біз бір бөлмеде болсақ, жалғыз ғана источник света болатын болса, өте әлсіз. И біз просто заттардың несін көреміз? Силуетін көреміз, чтобы аяғымызды диванға ұрып алмас үшін, немесе холодильникке соғылып қалмас үшін деген сияқты. Дәл осындай түрлі түсті бізде түрлі түсті емес, ал енді ақ пен қараны қабылдайтынды бізде таяқша деп атайды. И оның өзінің пигменті болады. Оны бізде родопсин деп атайды. Родопсин. Ал енді құтышалар, олардың жаңағындай саны аз болады. Суретте көріп тұрсыңдар, я, вот таяқшалардың саны көп, ал құтышалардың саны аз. Өйткені бұлардың рецепторларының қозуына өте көп күн сәулесі қажет, өте көп күн сәулесін қажет етеді. Және де құрамында болатын пигменті йодопсин деп атайды. Ал енді балапандар, тағы да бір осы кішігірім теорияны қосқым келіп отыр бүгінгі тақырыпқа, көздің құрылысына. Ол бізде көздің жаңағындай көз бұршағының өзінің қабілетін жоғалтуына байланысты әртүрлі аурулар. Немесе көзі көрмейтін адамдарда оны минус пен плюс деп айтады. Жақыннан көргіштік бізде сығырлық деп аталады. Мен қаламым. Жақыннан көргіштік бізде сығырлық деп аталады. Сығырлық. Ол не деген сөз? Например, мен жақыннан жақсы көремін, барлығын жақсы көріп тұрмын. Но алыста тұрған автобустың номерін көрмеймін. И мен былай сығырланам. Көріп тұрған жоқпын номерін деген сияқты. Осыны бізде сығырлық деп атайды. Сығырлық. Например, нормальный адам менде, вот норма деген сөз. Нормальный адам осылай көреді. Изображениені прям барады, мына бір жақтағы сарыдаққа келіп изображение түседі, и адам көреді. Ал жақыннан көргіштік кезінде, жақыннан дұрыс көреміз, бірақ алыстан дұрыс көрмейтін кезде біздің күн сәулесі, яғни күн сәулесі, изображение сәулесі толыққанды жетпей қалады. Көріп тұрсың ма, мына до конца жеткен жоқ, как мынаяқтағы тәрізді. Яғни сынып жетпей қалады жарық до конца. Ал енді алыстан көргіштік немесе қырағылық деп атайды. Біздің аталарымыз бар ғой, алыстан жақсы көреді да, журнал немесе телефон ұстайтын болса, бүйтеді, что-то көріп тұрған жоқпын дейді да, бүйтіп ұстайды телефонда. Неге? Өйткені олардың көздеріне түсетін сәуле бүйтіп асып кетеді керісінше.
жетпей қалмайды мына жақтағы сияқты, ал наоборот асып кетеді. Яғни изображение тоже нормада емес олардың көздеріне. Сондықтан да олар алыстағы заттарды қырағылық дейді ғой, снайперлерді өте күшті көреді да, ал жақындағы заттарды көре алмайды. Өйткені оның сәулелері бір точкаға жиналамайды да, былай шашырып кетеді. Сондықтан олар телефонды былай ұстайды, как снайперлер тәрізді. Түсіндіңдер ме? Алыстан көргіштік дегеніміз алыстан жақсы көреді, жақыннан көре алмайды. Жақыннан көргіш дегеніміз жақыннан жақсы көреді, алыстан көре алмайды, сығырланады. Сонымен балапандар, сендерге бүгінгі біздің теория сабағымыз ұнады деп ойлаймын. Егер де сендер білмейсіңдер, өздеріне қажет заттарын алсаңдар, то комментарийға білдіріп кетсеңдер болады. Ал енді кім әлі биологиядан өзінен жақсы курс тапқан жоқ, немесе ұбт-ға әлі дұрыс дайындалмай жатыр. Мен өзім жеке пробио деген мектебім бар, және де сол жақта дәл осылай ойнап күліп отырып, өте қысқа видео сабақтармен және де дайын конспекттермен дәл осылай қолда ауыртып жазудың қажет жоқ. Бүкіл теориясы бар конспекттермен мен балаларға білімді қамтамасыз етемін. Курсқа қатысты бүкіл информация төмендегі описанияда беріліп тұр ссылкалармен, және де мен инстаграмға жазылуды ұмытпаңдар. Ол жақта бүкіл посттар мен стористарда күнде биологияға қатысты күшті мәліметтер айтылады. Сонымен, всем пока!